Ескі көлікпен алысып есі шыққандардың бірі Дәулет Босынбек. Ол темір тұлпарын осыдан 3 жыл бұрын сатып алған. Кезінде 260 мың теңгеге алынған көлік жағдайына байланысты қазір 150 мыңға бағаланып отыр. Енді Дәулет Босынбек жүруден қалған көлікті арнайы орынға өткізіп, жартылай болса да ақшасын шығарып алуды жөн көріпті. Теледидардан тікелей эфирден естідім, сөйтіп звондадым. Сөйтіп осында өтісетін жерде адресін айтты, сонымен алып келдік қой. Мұроға бардым, сосын анан кесіп әкел деді, кабинадағы нөмірді. Соны кесіп алдым, нөмірін алдым, апардым, справка жазып берді, болды, соны алып келдім. Осы бір құжатпен бітті ме барлығы? Одан кейін жаңағы счеттің қағазын, справка алады деген ғой, банктен, карточкадан, соны алдым. Былайша сатсам, мысалға, ары кетсе 100 мың болады. Мен 150 мыңға өткізген жақсы ой дедім да енді. Бұл төленетін қаржы 10 күн ішінде көлік иесінің есеп шотына түсетінін айтады мамандар. Ол үшін көлікті тіркеуден шығарып, тиісті құжаттар жиналу керек. Атап айтқанда көлік иесінің немесе сенім білдірген тұлғаның жеке куәлігі. Көлік иесі болмаған жағдайда өтініш берушінің сенім хаты және екінші деңгейлі банктен шот ашылуы керек. Жоба бойынша елімізде жылдың соңына дейін 10 мыңға жуық көнерген көлік жиналады деп жоспарға қойылған. Оңтүстік Қазақстан облысына бөлінген квота 1150-ді құрайды. Қазірдің өзінде мұнда 40-қа жуық көлік тіркеліпті. Бағдарламаның басты мақсаты бұл негізі экологиялық болып табылады. Ескі тозығы жеткен автокөліктерден арылу. Бұл таза ескі көліктерге арналған бағдарлама. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, менің көлігім 400 мың, 500 мың тұрады, мен неге 150-ге өткізем деп. Бұл ешкімді міндеттемейміз, өткізіңіз, көлігіңізді әкеліңіз деп. Бағдарламаға сай қабылданатын көліктердің салмағы 3,5 тоннадан аспауы керек. Төленетін ақы көліктің жиынтығына байланысты болмақ. Яғни қозғалтқышы, есіктері мен берілу қорабы сынды бөлшектері түгел болса 150 мың теңгеге бағаланады. Олай болмаған жағдайда көлік иесі 48 мың теңгені қанағат тұтады. Сондай-ақ бізде қазір мобильді пункт іске қосқалы отырмыз. Оңтүстік Қазақстан бойынша 8 желтоқсан күні Түркістан қаласына барамыз, бір күндік акция өткіземіз. Содан кейін 12 желтоқсан күні Сарыағаш қаласына барамыз. Жергілікті жұрт облыс орталығына сабылмай, өзінің жергілікті жерден көлігін тапсыруға болады. Бұл ретте халық өткізем деген көлігін есептен шығарып, және ГАИ-ден есептен шығарып, тиісті құжаттарын дайындап қоятын болса, бір күннің ішінде дайындап өткізуге мүмкіндікті туып отыр. Қазіргі таңда аталған бағдарлама аясында елімізде 800-ге жуық көлік жиналған. Республика бойынша ескі көліктерді қайта өңдеуден өткізетін 3 зауыт салынады деп күтілуде. Жиналған техникалар сонда іріктеліп, кәдеге жарайтын болады. 30 ойын ойнатылады. Осы бағдарлама бойынша договор жасаса ғой, келісім шарт. Сол келісім шарт негізінде жыл соңында қаңтар айының басында 4 қаңтарда 2017 жылы осы ескі көліктерді тапсырған азаматтар арасында жаңа көлікке су жаңа автокөлік ұтып алу мүмкіндігі бар. Келісілген келісім шарттың саны цифры бойынша.